достар, мен есімім Нұрғаздарым, мен еріктілер штабының лидері болып табыламын. Өздеріңіз білетіндей, қаламызда еріктілер штабы өте қарқынды жұмыс жасауда. Және осыған орай мен сені біздің қатарға шақырамын. Рахмет. Сәлем, біз бүгін мәдениет сарайында көрермендерге тәтті мен жылы лебіз сөздерімізді таратайын деп жатырмық. Себебі ол алғыс айтудың бірде-бір жолы. Бүгін біз ардағым ардагерім атты акцияны жалғастырудамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Қалекім, құрметті Балқаш қаласының тұрғындары, біз іске қарсы акциясын жалғастырудамыз. Қазіргі таңда Шекаратта фильмінің көрсетілім барысында көрермендерге осындай идеялар мен кепкалар тарататын боламыз. Бізбен бірге іске қарсы болыңыздар. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You Әркеш, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын дей отырып, ертеңмен бірге сумен құрмат тарататын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жаратушым қабыл егер дұғаларың тастама, жүрегіңді ластама, күмәнсіз бастама. Я Мухаммадан, я Расулаллах, не сұрасам да тек сен бердің Алла. Сенді сұрап ауырым бір Алладан, жалғыз Алладан, мейірімді Алладан. Біз Балқаштықтары республика күніне орай жастар алаңында көшеттер отырғызуды ұйымдастырдық. Қазақ үшін туғанмын, қазақ үшін белді бекем буғанмын, қазақ үшін жаратқаннан бақ тілеп, қазақ үшін жана ұртқан ұлданмын, қазақ үшін керек болса құрбанмын. Бәріне сәлем. 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне қарсы Флора гүл сататын дүкенімен қаламыздың аруларына гүл таратайын деп жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қызғалдақтай ашылған, шоқ жұлдыздай шашылған, еркелері даламның ел мерейін асырған, ақ көйлегі бүрмелі ар ұятын жасырған. Әй шіркін ай, қазағымның қыздары ай. Әй шіркін ай, қазағымның қыздары. Қазақ халқында көрісу салт-дәстүрі бар. Ол күні жақын туысқандар, ағайын бауырлар, көршілер көрісіп, бір-бірімен амандасады. Және бір дастархан басында жиналады. Бүгін Бақытжан апамыздың үйіне отын жаруға көмектесуге келдік.
Барлығына сәлем. Еріктілер өз қатарына қосу туралы хабарлады. Өз еркіңізбен және қоғамның игілігі үшін игі істер жасауымыз қажет. Егер сіз осы талаптарға сай болсаңыз, біз сізді өз командамызда күтеміз. Ерікті болу ол ерлік. Жақсылық жасаудан шаршамаймыз. Бұл әлі бастамасы. Еріктілер фракциясының лидері мен Нұрғазыдан.